Сәлем достар, барлығымыздың басымыздан ыңғайсыз жағдай өткен шығар. Бірақ бүгінгі видеодағы адамдар сіздерге ақымақ болып көрінуі мүмкін. Өйткені олар шынымен де ақымақ. Бүгін біз сіздерге камераға түсіп қалған қызықты видеоларды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Қазір сіздер не болатынын білесіздер ме? Екі қыз әдемі фото жасаймыз деп суға бір шомылып алады. Ал бұл бала бірінші сынып оқитын сияқты, өйткені оның сумкасы өте ауыр. Ал мына қыз әдемі селфи жасаймын деп ыңғайсыз жағдайға қалады. Зато күйеуі жақсылап күліп алды. Ал мына күшік қалыңдықтың көйлегін бүлдіріп қояды. Ал мына әйел ремен тағуды ұмытып кеткен көрінеді. Егер де сіз осы жанкүйердің орнында болсаңыз, онда не істер едіңіз? Комментарийге жазып кетіңіз. Бұл пранк шынымен де артып кетті. Ал мына мысық бүгін жаңбырлы күн екенін ұмытып кеткен сияқты. Ал мына кісі ойынға шынымен де беріліп кетті. Жалпы ғаламторда осындай керемет челлендж бар, бірақ оны кейбір адамдар орындай алмайтын көрінеді. Ал мына қыз неге осылай істейді екен, соны түсінбедім. Қараңыздар, керемет жер, керемет табиғат, бірақ иттерге бәрібір. Ал мына әйелді түсінуге болады. Барлығымыздың басымыздан осындай жағдай өткен шығар. Ал мына ақымақ енді бұл жерге келмейтін сияқты. Жалпы кейде иттерді түсінуге болады. Ал мына қыздар билейміз деп бидің соңы осылай аяқталды. Ал мына мысық қыстың кезінде далаға енді шығып тұрған көрінеді.
Бұл жігітті енді түсінуге болады. Басында тым жақсы келіп тұреді, ал артынша Ал бұл жағдай бәріміздің басымыздан точно өтті. Ал мына қыздар багажникті жабуды ұмытып кетті, немесе ашылып кетті, бірақ сумкалары ұшпай әлі тұр. Мына итке не көрінген өзі? Ақыр соңында не болатынын қараңыздар. Бәлкім бір қызды көріп қалған шығар, білмеймін, бірақ біздің видеомыз осы жерден аяқталады.